Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия Чинтемирова. Бүгінгі біздің тақырып оқырман жинау. Көптеген ютубердің үлкен проблемасы оқырман жинау, немесе оқырман каналына тіркелмей жатады. Монетизация қосатын кезде сағат қаралым толғанымен оқырман жиналмай жататын жағдайлар өте көп. Сондықтан бүгін оқырман жинау тақырыбын алып сіздерге пайдалы болатын шығар деп сол тақырыпта өзім білетін ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қараңыздар. ютубта оқырман жинаудың 10 жолымен бөлісемін. Ол бірінші сапалы контент, екінші сауатты оптимизация, үшінші әлеуметтік желілер, төртінші реклама, бесінші шортс видео, алтыншы стрим, жетінші комментарий жазу, сегізінші конкурс ұйымдастыру, тоғызыншы взаимный пиар, 10-шы WhatsApp группалар. Яғни осы 10 жолға бөлек-бөлек тоқталып, барлығына түсініктеме беретін боламын. Бірінші бізде сапалы контент. Сапалы контент дегеніміз өздеріңіз түсініп отырған шығарсыздар, яғни бұл YouTube каналыңыздағы сурет, баннер, жалпы визуалы, видеолардың сапалылығы. Яғни суретті қойған кезде де кейбір ютуберлер жай ғана бір контентке сәйкес келмейтін дайын суреттерді қоя салады, интернеттен алады да қоя салады. Ол дұрыс емес. Сіз өзіңізді контентке байланысты өз суретіңіз немесе контентке байланысты арнайы логотиппен жасалған сурет қойғаныңыз дұрыс. Екінші баннер. Енді баннерді де мен баннер негізі визиткаға теңеймін, себебі YouTube каналға кірген кезде бірден көзіміз баннерге түседі. Яғни баннерге қарап біз ол адамның немен айналысатынын, яғни қандай әлеуметтік желілері бар екенін, және қай уақытта видеолар шығатынын, сол туралы ақпарат аламыз. Сондықтан егер сізде ақпараттық білім беру контенті болса, баннеріңіз визитка сияқты сапалы, анық, түсінікті болған дұрыс. Үшінші визуал. Визуал дегеніміз жаңағы сіз каналыңызға видеолар жүктеген кезде көптеген ютуберлер мысалы түрлі бағытты видеолар жүктейді, ешқандай сурет, превью қоймайды видеоларына, және визуалы өте бір әдемі емес болып тұрады. Видеоларын барлық шашыраңқы, негізі олай болмау керек. Егер сіз YouTube каналды табыс табу мақсатында жүргізгіңіз келсе, онда барлығы әдемі, жинақы болған дұрыс. Сондықтан сіз өзіңіздің контентке байланысты міндетті түрде превью суреттер қойғандарыңыз абзал. Соңғы сапалы видео. Видеоны түсірген кезде де, монтаждаған кезде де озвучкасы бар, субтитры бар. Негізі оның видео монтаждаудың өзі үлкен процесс. Сонда да видеоны жүктеген кезде сапалы видео жүктеген дұрыс. Себебі сапалы болса, адамдар да ол сіздің видеоны соңына дейін көреді, каналыңызға да тіркеледі. Сондықтан міндетті түрде осы видеоның сапалылығына мән беріңіздер. Екінші сауатты оптимизация. Сауатты оптимизация дегеніміз YouTube каналға видеоны сауатты жүктеу, яғни видеоның тақырыбы, описание бөлімі, хэштег, тег жазу, плейлист бөлімі, превью қою, оны барлық оптимизацияға жатады. Сауатты оптимизация бойынша мен YouTube курсымда бөлек ауқымды жарты сағаттық сабақ бар. Себебі бұл ауқымды тақырып. Енді мен сіздерге қысқа нұсқа айтып кетейін. Сіз видео жүктеген кезде міндетті түрде видеоның тақырыбын тақырыбын бір ізденіп, конкуренттер зерттеп жазғаныңыз дұрыс. Сонымен қатар описание бөліміне кілт сөздер жазған дұрыс. Хэштег, тегті де дұрыстап жазу керек, яғни контентке сай, видеоңыздың тақырыбына сай. Плейлист. Енді сіз YouTube каналыңызға түрлі тақырыптарды бөліп плейлисттарды құрасыздар. Плейлист дегеніміз папка секілді, яғни әр тақырыпқа бөлек-бөлек плейлист құрасыз, сол тақырыпқа байланысты видеолар тұрады. Және соңғысы превью. Превью дегеніміз сіздің видеоларыңызға қойылатын суреттер. Енді превьюдің өзін түрлі программаларда жасап жатады. Мен де курсымда ол туралы да айтып жатамын. Яғни егер сізде бір бизнес саласына байланысты, немесе ақпараттық, балалар контенті болса, контентке де байланысты превьюді жасайсыз, сапалы етіп жасайсыз. Енді әрине фудблогерлер бұл жерде тамақты түсіріп салып жатады. Ол мысалы дайын сурет. Енді бұл жерде контентке байланысты превью жасалады. Превьюді жасаудың өзінің программалары өте көп. Үшінші әлеуметтік желілер.
Егер сіз YouTube канал жүргізетін болсаңыз, басқа да әлеуметтік желілерде сол YouTube каналыңыздағы видеоларды рекламировать етсеңіз болады, иә. Мысалы, біз қазір YouTube'ды жүргізгенімен Instagram'да, TikTok'та үнемі отырамыз. Шыны керек, үнемі отырамыз. Ол жерде де Instagram парақшасына да пост саламыз, сурет, стористер түсіріп жатамыз, TikTok'та да видеолар түсіріп жатамыз, иә. Сонымен қатар енді ВКонтакте, Facebook, тағы басқа әлеуметтік желілерді қолдануларыңыз мүмкін. Осы әлеуметтік желілерде сіз YouTube'дағы видеоңыздың қысқа ғана бөлігін салып, міне мен YouTube каналыма осындай тақырыпта видео жүктедім, каналыма өтіңіздер деп жазсаңыздар болады. Яғни сол басқа әлеуметтік желідегі оқырмандарыңыз YouTube'қа келіп тіркелетін болады. Әрине, қазіргі әлеуметтік желілердің ішінде TikTok қарқынды дамып жатыр. Себебі TikTok'a бір видео жүктесеңіз, бірнеше сағаттың ішінде рекомендацияға шығып, миллиондаған қаралым болуы мүмкін, иә. Сондықтан TikTok'та бір жақсы тегін тез дамиды видео. Сондықтан TikTok'ты да жақсы қолданғандарыңыз дұрыс. Яғни көптеген ютуберлер қазір TikTok арқылы өздерінің каналына оқырмандар жинап жатыр, шыны керек. Сондықтан осы ақпаратты міндетті түрде практикада қолданып көріңіздер. Төртінші, реклама. Кез келген YouTube'дағы видеоңызды, YouTube каналыңызды жарнамалай аласыз. Мысалы, YouTube'ның өзінде Google Ads жарнамасы бар, Facebook'та таргет жарнамасы бар, сонымен қатар түрлі блогерлер бар. Блогерлердің өзі, мысалы, әр әлеуметтік желінің өзінің блогері, жұлдызы бар, иә. TikTok бар, Instagram бар, Pinterest бар, мысалы, YouTube бар. Яғни сол блогерлерге жарнама берсеңіз болады. Әрине, сіздің материалдық жағдайыңызға байланысты блогерлерге жарнама бересіз. Блогерлердің өзі де қазір бөлінеді. Мысалы, мини-блогерлер, жаңадан бастап жатқан блогерлер, сонымен қатар кәдімгі уже жақсы дамыған блогерлер. Сонымен қатар қазір TikTok'тың да өзінің жарнамасы бар. Сол жерге де жарнама берсеңіздер болады YouTube каналдарыңыздағы жаңа видеоға немесе YouTube каналыңызға. Инстаграмда енді бізде Инстаграмның өзінде де жарнама бар, яғни продвигать деген кнопканы басу арқылы кез келген сіздің лентаңыздағы видеоны немесе постты жарнамалай аласыздар, иә. Сондықтан жарнаманы да жақсы қолданып оқырман жинауға болады. Бірақ айта кететін нәрсе, бірақ жарнаманы тұрақты қолдануға кеңес бермеймін. Себебі, егер сіз тұрақты, мысалы, бір апта, бір ай, мысалы, жылдап қолданатын болсаңыздар, ол накрутка болып кетеді. Сондықтан сіздің YouTube каналыңызға келген оқырмандар санын YouTube азайтып тастауы мүмкін. Сондықтан ары кетсе аптасына 1-2 рет жарнама қолдануға болады. Бесінші, шортс видео. Шортс видео дегеніміз қысқа бейнелер, 1 минутқа дейінгі видеолар. Қазіргі таңда TikTok'та бар, видео 1 минутқа дейін, Instagram парақшасында да қазір Reels шығып жатыр. Сол сияқты YouTube'да сол TikTok, Instagram конкуренцияға түсіп, өзі шортс видеоларды шығарды. Шортс видеолардың бір жақсы жері тез қаралым жинайды. Себебі YouTube шортс видеоларды жақсы дамытады. Сондықтан шортс видеоларды жүктеу арқылы сіздің YouTube каналыңызға оқырмандар жақсы тіркелуі мүмкін. Бірақ айта кететін нәрсе, шортс видеоға монетизация қосылмайды. Шортс видеоларда тұрақты табыс жоқ. Тек егер сіздің шортс видеоңыз аз уақыттың ішінде немесе өте жақсы бір қаралым жинап кетсе, мысалы 1 миллион, 2 миллион қаралым жинаса, онда ол шортс видеоға YouTube ақша төлейді. Бірақ әрине жақсы қаралым жиналса ғана. Дегенмен шортс видеолар монетизацияға ілінбейді, және тұрақты табыс жоқ. Бірақ YouTube жақсы дамытқандықтан шортс видеодан жақсы оқырмандар келіп жатады. 6-шы, трансляция, стрим, екеуі бір мағына. Яғни трансляцияны көрген адам сұрақтарын қойып, мысалы комментарий жазып, каналға тіркеліп жатады. Сондықтан міндетті түрде аптасына 1-2 рет трансляциялар жүргізген дұрыс. Трансляция жүргізсеңіз, жаңағы басқа оқырмандар келіп сізді жақынырақ таниды, сізге деген сенімділігі артады. Сонымен қатар сізге мысалы қызығуы мүмкін. Енді әр адамның өзінің бір жақсы жақтары болады, жағымды жақтары болады. Сондықтан трансляция арқылы да сіз өзіңіздің YouTube каналыңызға жақсы оқырман алып келе аласыз. Енді бұл жерде трансляцияның өзінің табыс табу жақтары көп, жолдары бар. Ол туралы енді бөлек видео түсіретін шығармын.
Жетінші, комментарий жазу. Қазір ютубта көптеген гигант каналдар бар. Оқырманы миллионнан асқан, қаралымдары да миллионнан асатын, иә. Сол ютуб каналдарға сіз жаңағы хабарлама, мысалы қоңырау бар ғой, сол қоңырауды бассаңыз, сізге сол ютуб каналға видео жүктеген кезде хабарлама келеді. Сол хабарлама арқылы сол ютуб каналға жаңа шыққан видеоның астына комментарий жазсаңыз болады. Енді әрине тақырыпқа сай жазасыз. Сол комментарий жазған кезде басқа да көптеген енді қаралым болады ғой. Оқырмандар сіздің жаңа видеоңызды бірінші көреді де сізге комментарий жазып, сіздің каналыңызға тіркелуі мүмкін. Мен бұл комментарий жазуды өзім эксперимент жасап көргенмін. Маған өте ұнады, себебі мен жаңа шыққан үлкен каналдардың жаңағы видеоларына комментарий жазған кезде шыны керек мыңдаған лайк жиналып, даже оқырмандар да каналыма тіркеліп жатты. Сондықтан міндетті түрде көріңіздер. Әрине өзіңіздің контентке сай, ұқсас каналдарға жазсаңыз болады, немесе басқа да өте үлкен гигант каналдарға да жазсаңыздар болады. Себебі адамдар өте көп отырады ондай каналдарда, және сіздің комментарий бірінші оққаннан кейін міндетті түрде жауап береді. Сегізінші, конкурс ұйымдастыру. Кез келген адам байқауларды, сыйлықтарды жақсы көреді, тегін берсе тіптен жақсы көреді. Сондықтан ютубта да сіз жаңағы тегін сыйлықтар беріп, конкурстар ұйымдастырсаңыз болады. Әрине, мысалы, сыйлық берген кезде де арнайы шарттарды жазасыз, иә. Осы менің видеома лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, каналыма тіркеліңіз, репост жасаңыз деп, немесе әлеуметтік желілерде бөлісіңіз деп, яғни нақты бір күнді белгілеп қоясыз. Сол күні конкурстың жеңімпаздарын анықтаймын, осы комментарий бөліміндегі адамдардың ішінен таңдап аламын деп өзіңіз шарт қойсаңыз, және сыйлықтарды көрсетсеңіз, адамдар міндетті түрде сіздің каналыңызға тіркеліп барлық шартты орындайды. Сондықтан конкурс ұйымдастырсаңыз өте жақсы идея. Міндетті түрде осы ақпаратты да практикада қолданып көріңіздер. Барлық адамдар, даже мен өзімде сыйлықтар алған жақсы көрем. Конкурстарға қатысқанды да жақсы көрем. Сондықтан міндетті түрде көріңіздер. Тоғызыншы, взаимный пиар. Яғни екі ютубер бір-бірін жарнамалап, жаңағы аудиториясымен бөлісуі. Сіз өзіңіз сияқты бір ютуберді шақырып бірге ортақ видео түсірсеңіздер болады. Немесе жай ғана видеоларыңызда бір-бірлеріңізді жарнамалап, каналдарыңыз жазып қойсаңыздар болады. Сол арқылы, яғни тегін бір-бірлеріңізге жарнама жасайсыздар, бірақ аудитория алмасады. Және ол, мысалы, видео түсіріп жатсаңыздар, ол тұрақты қалады ғой ютубта. Тұрақты қалса, онда тұрақты оқырмандар келеді деген сөз. Сондықтан міндетті түрде взаимный пиар туралы ойлаңыздар, және егер де таныс ютуберлеріңіз болса, міндетті түрде осы ақпаратты көріңіздер. Соңғы бізде WhatsApp группалар. WhatsApp әлеуметтік желісінде өте көп группалар бар, иә. Туысқандар, коллектив, мысалы, однокурсник деген сияқты, балаларымыздың өзінде бірнеше группа бар. Сол группаларда сіз YouTube каналыңызға шыққан жаңа видеоның сілтемесін жіберсеңіздер болады. Яғни міне осы менің каналым, жаңа видео шықты, каналыма тіркеліңіздер және басқа да группаларға таратыңыздар деп өтініш тастасаңыздар, ол кісілер міндетті түрде, мысалы, сіздің туысқандарыңыз болса, міндетті түрде басқа группаларда сіздің жаңағы сілтемеңізді таратуы мүмкін. Сол арқылы сіздің каналыңызға жаңа оқырмандар келіп тіркеледі. Немесе WhatsAppта қазір статус бөлімі бар. Статус бөлімінде де сіз жаңағы YouTube каналыңыздың атын жазып қойсаңыз болады, жаңа шыққан видеоларыңызды шығарып қойсаңыз болады. Яғни қызыққан адамдар міндетті түрде сіздің YouTube каналыңызға кіріп, сол видеоны қарайды. Міндетті түрде сіздің каналыңызға тіркеледі, себебі егер сіздің жаңағы жасап жатқан контент ұнаса, адамдар міндетті түрде тіркеледі. Сондықтан WhatsApp группаларды да көріңіздер. Осымен оқырман жинау бойынша ақпарат аяқталды. Егер осы видео пайдалы болса, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркеліп алыңыздар. Себебі мен тегін YouTube бойынша пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сонымен қатар YouTube бойынша тағы басқа сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне де жазып кетсеңіздер болады. Сол сұрақтарыңыз бойынша болашақта видео түсіретін боламын. Баршаңызға рахмет. Сіздермен болған Күлфия.